Ассалаумағалейкум достар, бүгін Пакистанның ең үлкен, ең тарихи қалалардың бірі Лахорға саяхат жасаймыз. Бұл қала тарих пен мәдениеттің, қызу өмірдің орталығы. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік, рум-турм кірген бойда сол жағымызда осындай джакузи, душевая кабина. В общем, керемет, өте кен. Осыны былай қарай жүрген кезде осындай просторный аймақ. Чо қалай? Менің ойымша дерзкий номер сияқты. Бұл жерде уақыт қазір таңғы 3. Қарным ашып тұрғаннан кейін қазір тамақ заказ бердім, қомтаға дейін. Ал мен көптен күткен тамағым келді. Балық заказ бердім өзіме. Порциясы сәл кішкентайлау екен, бірақ болады енді. Ас болсын. Осындай балық. Өстіп соусқа макай етеміз. Дерзко. Бұл жердің көшелері ерекше әлем. Мұнда өмір ешқашан тоқтамайды. Жолдарында рикшалар мен мотоциклдар өте көп. Қалаға жете салысымен ең алдымен біз өзіміздің түскі асымызды іштік. Бұл мейрамхана Хавели деп аталады. Батшахи мешітіне қарама-қарсы орналасқан. Өте әдемі жер. Мейрамхана крышада орналасқан. Фотоға, видеоға түсуге, инстаграмға әдемі видео, фото жасауға керемет жер. Осындай жерде тамақ ішіп жатыр. Тамақтанып алғаннан кейін мешітке қарай жол тарттық. Пакистандағы бас мешіттердің біріне келдік. Осындай фонтан темір проволокалармен жауып қойған. Батшахи мешіті Пакистанның Лахор қаласында орналасқан үлкен мешіттердің бірі. Бұл мешіт 1673 жылы салынған. Қабырғалары қызыл құмтастан, ал безендірілген күмбездері ақ мәрмәрден жасалған. Жалпы бұл мешіт 100 мың адамға дейін сыйдыра алады екен. Бұл жердегі азаматтар бізді Қытай азаматтары деп фотоға түсіп жатыр. Қарапайым адамдармен сөйлеспеймін, мен звездам! Мен звездам! Тағы жігіттер мені Қытайдың адамы деп мен бірге фотоға түсіп жатыр. Сувенирлар алып жатырмық. Осылайша бұл қалада менің лейоверім бітті. Келесі видеода Германияның Дюссельдорф қаласынан бірақ шығатын боламын. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Германияның Дюссельдорф деген қаласынан қазір қалаға қарай шығып бара жатырмын. Мына жердің архитектурасы өте қызық екен. Тап-таза көшесі. Дюссельдорф қаласына дейін шамамен 6 сағатта ұшып келдік. Келе сала бірден қаланы аралауға шықтым. Дюссельдорф набережный қаласында. Қазір анау башня жаққа қарай барамыз. Тарап қайтайық. Күн суық. Отельге келгеннен кейін ыстық. Шай ішуге отыр. Срочно. Талдардың формалары өте қызық. Өзеннің ағыны мықты екен. Керемет. Біз Дохадан Дюссельдорфқа дейін 6 сағатта ұшып келдік. Сағат қазір таңғы 10.
таңғы 7-лердің уақытында қондық. Соны отельге келе салысымен таңғы асымды ішіп бірден қалаға қарай шықтым. Ауа райы да күшті, өте тап-таза екен. Көзге түсетін, жаңағы башняға шығып Дюссельдорфты қаланы төбеден қарайтын боламыз.